Сәлеметсіздер ме достар, егер ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк демелерін басып, видеороликтерімізді соңына дейін қарастырыңыз. Ал онда біз бастадық. Қостанайда салмағы 7 килоге жуық алып қыз дүниеге келді. Орталықтың аурухана перинаталдық орталық қызметкерлері салмағы 6 килограмм 700 граммдық және де 69 сантиметрлік қыз дүниеге келгенін хабарлайды. Тengrius.kz тілшісі Арай басылымына сілтеме жасап, мамандардың айтуынша көшер тәжірибесі салмағы 4-5 килограммдағы нәрестелер алыптар қатарына кіреді. Ал 6 кило және одан да көп салмақтағы балалар орталықта сирек кездеседі. Анасының босануы жоспар бойынша, яғни кесарь-тернеалқылы өтті. Жаңа туған нәресте 2 күн реанимацияда жатты. Қазір оның өміріне қауіп төніп тұрған жоқ. Қазір анасы мен баласы жағдайы жақсы. Қызға Арай есімі қойылды. Ол отбасындағы 3-ші бала, деді дәрігер. Анасы Әйгерім Долдашева перинаталдық орталықты дәрігерлерге алғысын білдірді. Әулие көлдегі өтінде үйінде Айарудың әкесі, ағасы және әпкесі күтіп отыр. Балалар бөліміндегі нәрестенің неологик дәрігерлер Ақмарал Ақатай менен Әсет Өтегенов бақылап отыр. Бізді тамашалауда жалғастырыңыз.